Қазақ тілі біздің ана тіліміз. Конституцияның 9 жобаның 9 бабының 1 тармағында республика мемлекеттік тілі қазақ тілі деп нақты жазылған. Төбенің басына шығарып қойды қазақ тілін. Бірақ жиналыстарда, қарапайым тілмен айтқанда, мемлекеттік ұйымдарда болмаса басқа жерде өзара орыс тілін ресми түрде қазақ тілімен бірге пайдалануға болады деп айтылған. Конституцияны әбден зерделеніп келіп, бір адам отырып жазған жоқ. Бүкіл комиссиясы ашық түрде онлайн өтіп жатыр. Кім қандай пікір айтқысы келеді, айтып жатыр, ортаға салынып жатыр. Және де мен былай айтқан кезде ол солай болмай қалды деп оған қадалып қалуға ол да болмайды. Ол жақта эксперттер отыр, ғалымдар отыр, мамандар отыр, өмірді көрген тәжірибелі ақсақал ағаларымыз отыр, зиялы қауым отыр. Әлемдегі дамыған елдер сияқты қашан боламыз деген әңгіме көп ол халықтың арасында. Алғы етіп қалған. Әлемдегі ең бақытты мемлекет ол Финляндия. Финляндияда ресми мемлекеттік екі тілі бар бір емес. Біреуі фин тілі, біреуі швед тілі. Ол жаңа біздің егер конституцияның біздің қазір жобаның тілімен айтатын болсақ, 9 бабының 1 тармағында 1 пунктісінде бізде қазақ тілі деп тұр, оларда екі тіл тұр, фин және швед тілі. Сингапур әлемдегі ең бай мемлекеттердің бірі. Оларда 9 бабының 1 тармағында 4 тіл тұр. Біріншісі ағылшын, Қытайдың мандарин тілі, малай тілі және тамил тілі деген бар. Ресми тілі ағылшын, бірақ еміні малай тілінде жазылған. Швейцарияда білесіздер, банк саласының әлемдегі астанасы Швейцария, ол жақта 4 тіл бар. Ресми 9 бабының 1 пунктісінде оларда 4 тіл жазылып тұр. Бізде қазақ тілі олар 4 тіл. Неміс, итальян, француз және ескі роман тілі 4 тіл. Бельгияны алайық. Бельгияда 9 бабының 1 пунктісінде 3 тіл бар ресми. Нидерланд тілі, француз, неміс тілдері. Біздер аламызда қазақ тілін ешкім төменге түсіріп отырған жоқ. Қадыр Мырзалиев айтқандай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген, біздің қазақ тілі төбеде тұр. 9 баптың 1 пунктісінде қазақ тілі деп тұр, басқа тіл жоқ.